Сәлем достар, қалдеріңіз қалай? Бүгін біз осындай өте жұмсақ, мамықтай болып шығатын пирогты пісіреміз. Жастық деп аталатын пирогты жасаймыз. Жасалуы өте оңай. Балаларыңыз сүйіп жейді. Менің каналым ұнаса, лайк басып тіркеліп, қолдап жіберейік. Бізге қажет ингредиенттер: ұн, секер, 3 жұмыртқа, сүт, шимекі май, какао және разрыхлитель керек болады. Ең бірінші таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыздың сыртын міндетті түрде жууды ұмытпайық. Келесі қантымызды саламыз. Шимекі майымызды, сұйық майымызды саламыз. Сүтімізді құямыз. Және осыларды миксер арқылы миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін ұнымызды алып, ұнымызға қалған құрғақ ингредиенттерді салып араластырамыз. Какао саламыз, разрыхлитель салып, қасықпен араластырып жібереміз. Араластырғаннан кейін сұйық массамызға електен өткізіп саламыз. Міндетті түрде електен өткізу керек. Електен өткізіп жартылай миксерлейміз. Миксердің ең төменгі жылдамдығында миксерлеп отырамыз. Бөліп жаңағы құрғақ ингредиенттерді саламыз. Електен өткізіп саламыз. Міне осылай араластырып отырамыз миксермен. Тағы да қалған жартысын тағы саламыз. Құрғақ массаны тағы да миксерлеп аламыз. Болғаннан кейін бәрін салып миксерлеп болғаннан кейін осындай сұйық масса шығады, осындай. Енді осы массамызды формамызға 20-30 формамызға құямыз. Менде осындай әйнек ыдыс болып келеді. Соған мен осы массамды құямын. 20-30. Немесе дөңгелек формаға да салуға, құйып жасауға да болады. Міне кішкене қозғап жібереміз осылай, біркелкі болу үшін. Келесі біз салмасын дайындаймыз. Бізге қажет заттар: сүзбе қажет болады. Менде үй сүзбесі. Секер қажет болады, жұмыртқа және кукуруз крахмалы қажет болады. Картоп крахмалын қолдануға кеңес бермеймін. Кукуруз крахмалы керек болады. Осылардың бәрін жаңағы сүзбеге салып, блендерді алып, блендермен еземіз. Міндетті түрде блендермен езген жақсы салмасын. Сол кезде салмамыз өте әдемі біркелкі болып шығады. Осылай бәрін блендерлеп аламыз. Миксерден көрі блендермен езген жақсы. Міне осындай массамыз шықты. Сұйық болуы керек. Қатты сұйық емес, орташа сұйық болу керек. Енді осыны салафанға немесе осындай кондитер мешогына салып аламыз. Осы салмамызды саламыз. Бүкіл салмамызды осы кондитер мешогына саламыз. Осылай салып алғаннан кейін кондитер мешогымыздың басын қайшымен қиып жібереміз. Қайшымен қиғаннан кейін осылай қазір форма жасаймыз. Осылай міне қамырымызға жаңағы салмамызды, кондитер мешокқа салған салмамызды осылай кесіп аламыз. Содан кейін массамызға, жаңағы қамырымызға тор көз жасап шығамыз. Осылай бүкіл салманы қолдануымыз керек. Ешқандай салма артық қалмау керек.
Осы аралықта духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Қыздырып қойғаннан кейін осы дайын тұрған массамызды пісіруге духовкаға саламыз. Міне, менің пирогым пісіп жатыр. 180 градуста 30 минут. Пирогымыз дайын болды. Оның піспегенін шпажка арқылы білеміз. Шпажкамызды салып, егер піскен болса, шпажкамыз құрғақ болуы міндетті. Міне, пирогымыз дайын болды, пісті. Енді осыны кесеміз. Кішкене суытып барып кесуге болады. Өте дәмді болып шығады, жылылай. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап білдіріп жіберіңіз, комментарий жазыңыз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Міне, дайын болды. Менің балам осы пирогты өте жақсы көреді. Сіздердің балаларыңыз да сүйіп жейтін болады. Пісіріп қараңыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жасалады. Жұп-жұмсақ, мамықтай жұп-жұмсақ болып шығады. Видеомды соңына дейін қарап, назар аударғандарыңыз үшін үлкен рахмет сіздерге.